Сәлеметсіңдер ме оқушылар? Бүгінгі өтетін тақырыбымыз 11-ші сынып оқулығынан электр тізбегіндегі кернеулер резонансы. Бүгінгі өтетін сабақта күтілетін нәтиже: электр тізбегіндегі кернеулер резонансы жайлы мағлұмат алады. Электр тізбегіндегі кернеулер резонансы формуласын есеп шығаруда үйренеді. Ең алдымен резонанс құбылысы дегеніміз не? Сыртқы мәжбүрлеуші кернеудің жиілігі тербемелі контурдың еркін тербелісінің жиілігіне сәйкес болғанда тізбектегі тоқтың мәні күрт артып кетеді. Яғни осы жағдайда осы құбылысты айнымалы тоқ тізбегіндегі резонанс құбылысы деп атаймыз. Резонанс шарты, резонанстық жиілік. Резистордан, индуктивтілік шарғысынан және конденсатордан тұратын тізбектің толық кедергісі сыйымдылық кедергі мен индуктивті кедергі тең болған жағдайда ең төменгі жағдайға ие болады. Бұл жағдайда тізбектегі толық кедергі активті кедергіге тең болады. Яғни электр тізбегінің толық кедергісі Z тең R ең үлкен мән қабылдайды. Параллель электр тізбегінің толық кедергісінің максимум мәніне электр тоғы күшінің ең кіші мәні сәйкес келеді. Демек, тербемелі контурдағы тоқ резонанстарының шарты деп аталады. Шарт орындалғанда жалпы тізбектегі тоқ күшінің ең кіші мәнін қабылдайды. Яғни тоқ күшінің амплитудалық мәні максимал мәнге жетеді. Осы жағдайда IM тең болады UM бөлінген R-ға. Тоқ күші максимал мәнге жететін еріксіз тербелістердің жиілігін анықтаған кезде, яғни мұндай жиілікте шарғы және конденсатор арқылы кез келген уақытта өтетін тоқтардың модульдері тең, бағыттары қарама-қарсы болып келеді. Немесе бағыттары, немесе фазалары деп атаймыз, қарама-қарсы болып келеді. Олардың қосындысы нөлге, ал жалпы тізбектегі тоқ күші активті кедергі арқылы өтетін тоқ күшіне тең болады. Яғни, бұл жерде бізде реактивті кедергіміз сыйымдылық және индуктивті кедергілерге кері пропорционал болған жағдайда, бұл жердегі индуктивтілік кедергі мен сыйымдылық кедергіміз өткізгіштік деп аталады. Индуктивтілік шарғысы мен конденсатордағы кернеулердің тербелістері қарсы фазаларда жүреді. Резонанс жағдайында конденсатордағы және конденсатордағы шарғыдағы кернеулер бір-біріне тең болады. Тізбектің актив кедергісінің әртүрлі мәндерінде тоқтың амплитудалық мәні сыртқы мәжбүрлеуші кернеудің жиілігіне тәуелді. Егер актив кедергі аз болса, тоқ күшінің амплитудасы өте үлкен мәнге ие болады. Бұл құбылыс резонанс құбылысы деп аталады. Электр тізбегіндегі резонансты тізбекке түсірілген сыртқы периодты кернеудің жиілігі меншікті жиілігіне тең болғанда байқалады. Енді 2-19 суретті байқап отырсаңдар балалар, бұл жерде бізде актив кедергісі идеал тербемелі контурдың меншікті тербелістерінің жиілігінің өрнектерімен анықталады екен. Олай болса, электр тізбегіндегі резонанс тізбекке түсірілген сыртқы периодты кернеудің меншікті жиілігіне тең болғанда байқалады. Яғни меншікті жиілігіміз мына астың жағында көрсетіліп тұр. Осы кезде катушкадағы индуктивті кедергі конденсатордың сыйымдылық кедергісіне тең болады. Активті кедергі неғұрлым аз болса, активті кедергіміз IM неғұрлым аз болған жағдайда тоқ амплитудасы да шексіз артады. Активті, индуктивті және сыйымдылық кедергілер тізбекте жалғанғанда байқалатын резонансты кернеулер резонансы немесе тізбекті резонанс деп атайды. Себебі резонанс кезінде тоқтың өсуімен қатар катушка мен конденсатордағы кернеулер де күрт өседі.
тізбекте жалғанған кезде конденсатор мен катушкадағы кернеулер қарама-қарсы фазада тербеледі, ал тізбектің барлық элементі арқылы өтетін тоқтың бағыты бірдей болғандықтан резонанс кезінде кез келген уақыт мезеті үшін индуктивті катушкадағы және конденсатордағы кернеу тербелістерінің амплитудасы жиілікпен есептелінеді. Екінші, 2/20 суретте балалар. Бұл жерде термемелі контурдағы, яғни бір бөлінген R, түбірасты L бөлінген S, яғни бұл бірден үлкен, осы өрнегіміз бірден үлкен болған жағдайда, осы конденсатор мен катушкадағы кернеулер тізбекке түсірілген кернеуден артық және кедергісі азайған сайын арта түседі. Жалпы актив кедергісі аз болғанда ғана резонанс құбылысын қарастырады. Активті кедергінің үлкен мәндерінде іс жүзінде резонанс байқалмайды. Кернеулер резонансын қандай да бір берілген жиіліктегі кернеу тербелістерін күшейту үшін пайдаланады. Кернеудің резонанстық өсуі резонанстық жиілікке жоқ өте аз интервалда жүретін болғандықтан, көптеген сигнал ішінен жиілігі сол резонанстың жиілігіне жоқ бір ғана сигнал бөлініп алынады. Енді келесі айнымалы тоқ тізбегіне резонансты қолдану кезінде балалар радиоқабылдағышты жиілікке келтіруді біз, яғни радиоқабылдағышты алады екенбіз. Бұл жағдайда радиоқабылдағышта керекті толқынды осы радио арқылы біз іздейміз. Осы кезде катушкалары мен конденсаторлары бар. Электр жүйелерін есептеген кезде кернеулер резонансын ескеру керек. Әйтпесе электрде өзгерістер болуы мүмкін. Механикалық тербелістердің резонансы сыртқы периодты күштің жиілігі тербелмелі жүйенің меншікті жиілігімен дәл келгенде байқалатынын білеміз. Механикалық тербелістерде екеуіз күштері электромагниттік тербелістердегі актив кедергінің рөлін атқарады екен. Яғни біз осы радиоқабылдағыш арқылы резонанстық жиіліктерді анықтайтын боламыз. Енді кітапта тұрған балалар, оқулықта тұрған есеп шығару үлгісін міндетті түрде жазып аламыз. Есеп шығару үлгісі бұл яғни берілгендерін жазып аламыз және бұл жерде берілгені U тең 110 вольт, одан кейін жиілік берілген бізде 100 Гц, және де сыйымдылық берілген 50 микрофарад, индуктивтілік берілген 0,2 Генри және де кедергі берілген 4 Ом. Бұл жерде біз 50 микрофарадты, яғни сыйымдылықты айналдырып аламыз. 10 көбейтілген 10⁻6 дәрежесі фарадқа айналдырып аламыз. Бұл яғни тоқ күшін табамыз. Сол кездегі және кернеуді табамыз. Сыйымдылық кернеуді табамыз. Шешуін жазатын болсақ, балалар, тізбектегі тоқ күшінің әсерлік мәні Ом заңы бойынша анықталады. Яғни I тең U түбірасты R квадрат қосылған, жиілік индуктивтілік алынған бір бөлінген жиілік көбейтілген сыйымдылыққа. Мұндағы яғни біз циклдік жиілікті 2πν деп аламыз. Осы тұрған есепті дәптерлерімізге жазып аламыз және де есеп шығару мен екі есепті бердім сендерге мына жерде. Бұны үйде шығарып әкелесіңдер. Жаңағы біз алдында өткен формулаларды пайдаланып, осы екі есептің мәнін шығарып әкелесіңдер. Яғни бірінші есепте конденсатор мен шарға тізбекте жалғанған, сыйымдылық кедергі 5000 Ом. Егер жиілік 20 кГц болғанда кернеу резонансы байқалатын болса, тізбекке қосылған шарғының индуктивтілігі қандай? Яғни бұл бірінші есепте біз индуктивтілікті табамыз. Екінші, актив кедергісі 100 Ом реостат, индуктивтілігі 5
мегагенри шарғы және сыйымдылығы 0,05 микрофарад конденсатор тізбекте жалғанған. Резонанстық жиілікті және резонанстық жиілік кезіндегі конденсатор мен шарғыдағы кернеулердің максимал мәнін анықтаңдар. Яғни үйге берілетін тапсырма, осы есептерді шығарып дәптерлеріңе жазып аласыңдар, және де бүгінгі өткен тақырыпты қайталап оқып шығасыңдар. Есеп шығару үлгісін жазамыз. Сонымен сабағымыз аяқталды. Сау болыңыздар.